Сәлем менің тапқыр достарым, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздермен логикалық сұрақ қойып ойнайтын боламыз. Барлығы 37 секунд беріледі. Бастаймыз. Біз айырмашылықты таптың деп ойлаймын. Дұрыс таптың ба? Кім дәрігер емес? Иә, ортада тұрған апай, өйткені оның бейжіңда еркек кісі тұр. Қайсысы жаурап қалады? Иә, таптың деп ойлаймын, өйткені ол құлағы да ашық, алдыңғы замогы да ашық болғандықтан. Кім вампир? Иә, өйткені вампир болған ортадағы адам оның паспортында суретке түскен кезде вампирдің киімінен түскен. Мына басшыны кім өлтірді деп ойлайсыздар? Өлтірген адам оң солақай болған. Иә, ол бізде сол жағында тұрған ер кісі. Кім ұры? Иә, бұл жерде соқыр адам ұры, өйткені оның мойнында фотоаппарат тұр. Кім вампир? Иә, вампир бізде әйел адам, өйткені ол қолында не тұрғанын білмейміз. Тесті кім көшірді деп ойлайсыңдар? Иә, ол артында отырған ұл бала, өйткені оның бәрі жасалған. Қайсысы ұры? Апамыз ба, инвалид ба, әлде томпақ бала ма? Иә, ұрымыз апа. Кімнің анасы? Вампир. Иә, оның мамасы вампир, өйткені оның үсті қан. Кім жігітпен тұрады? Иә, қызылдағы, өйткені ода екі зумның щеткасы бар. Кім адам өлтіруші? Иә, өйткені ол химикат заттармен көп қолданып отыр. Кім адамды өлтіруші деп ойлайсыңдар? Бұл жерде логикалық сұрақ болғандықтан әрине бірінші тұрған, өйткені ол есікті ашқан кезде қанның ізі қалып кеткен. Кімде тірі қалуға мүмкіндік бар? Біріншісінде, әлі екіншісінде ме? Иә, біріншісінде, өйткені ол суға батып кетеді. Кім бірінші лифттан түсті деп ойлайсыңдар? Иә, екінші адам лифттан түсті, өйткені оның артқы есігі жабылып қалған. Кім дәрігер? Иә, дұрыс таптың. Дәрігердің халатын киіп алған кісі. Кім өлтіруші дәрігер? Иә, ол қыздағы тұрған дәрігер, өйткені оның үстінде андай жаман нәрселер тұр. Кім еркек? Иә, дұрыс, еркек осы қыз. Кімді құтқарады? Мамасын, әлде қызын? Иә, қызын, өйткені қызының қолы байлаулы. Кім вампир? Вампир бізде апа, апаның табағында ет бар. Вампирлар чеснок жемейді. Кім адам өлтіруші? Иә, осы адам өлтіруші, өйткені оның жанында химикат нәрсе тұр. Кім ұры? Ұры бізде бірінші қыз, өйткені оның суреті стенада жазылып тұр. Кім тірі қалады? Иә, тірі қалатын бізде бірінші адам, өйткені оған мүмкіндік көп. Кім вампир?
Вампир бізде жасыл көйлектегі, өйткені ол айнада көрінбейді. Кім өлтірді деп ойлайсың? Иә, бірінші адам, өйткені ода ғана пеналда ручкалары бар. Кім адамды өлтірді? Иә, бұл ата. Атаның қолында қайшы. Кім аман қалады? Иә, бірінші тұрған қыз, екінші қыздың қолы қанап тұр. Қанаған жаққа бірінші барады. Кім өлтірді? Иә, үшінші қыз өлтірді, өйткені артында пышақтың ізі бар. Не байқадыңыздар? Анықтап қараңыздар. Иә, бұл қызда үш қол. Біреуі гүл ұстаса, біреуі жігіттің қолын ұстап тұр. Үй жануарын қайсысын таңдар едіңіз? Мен ит. Бұл жерде де қайсысын таңдар едіңіз? Мен балықтар таңдар едім. Кім бай адам? Иә, бірінші тұрған ата. Бай, өйткені оның табағында ет тұр. Кім адам өлтіруші? Иә, бірінші адам өлтіруші, оның қолында шыбынның несі өлтіретін зат тұр. Кім вампир? Иә, екінші адам вампир, оның ішінде екі тістелген із тұр. Мына баланың мамасы кім? Табатын болсаңыздар, логикаларыңызды сәл ертерек қосуларыңыз болады. Бұл жерде үш әйел адам. Үш әйел адамның қайсысы анасы деп ойлайсыз? Бірінші әйел оған фастфуд әкелді. Екінші әйел оған ойыншық әкеп берді. Үшінші әйел оған қатты ұрсып тұр. Сонымен бұл қыз баланың анасы кім деп ойлайсыздар? Иә, қайда болдың деп анасы бірінші сұрайтыны осы адам. Менің каналыма жазылып, тіркеліп алыңыз. Арғарай күшті видео салатын болам. Сау болыңыз. Сәлем досым. Менің арнама қош келдің. Менің арнама жазылмаған болсаң, жазылып алуды ұмытпа. Бізде бүгін я немесе жоқ. Барлығы 30 сұрақ. Берілетін секунды 7 секунд. Бастаймыз. Осындай жерде тұратын бетіңіз я немесе жоқ. Дубай. Мынандай сыйлықты досыңа сыйлар ма едіңіз? Я немесе жоқ. iPhone 15. Бұл киноны көрдіңіз бе? Я немесе жоқ. Один дома, бұны бәрі көрді деп ойлаймын. Осы бір адамға көмектесер ме едіңіз? Я немесе жоқ. Иә, алқашыдан көмектесер ме едіңіз? Осы бір көлікті өзің алар ма едің? Осы ойынды ойнайтын бедіңіз? Я немесе жоқ. Игра кальмаров. Мына көлікпен жүрер ме едіңіз? Я немесе жоқ. Жигули. Мына тағамды ұнатасыз ба? Я немесе жоқ. Өзбекский плов. Бұл аяқ киімді киер ме едіңіз? Я немесе жоқ. Қызықты крокодилдан жасалған аяқ киім. Мына сусынды ішер ме едіңіз? Я немесе жоқ. Сүт. Осы сіздің үйде тұрғанын қалайсыз ба? Я немесе жоқ.
шырша, яғни елка. Таңғы асқа осы тағамды қалар ма едіңіз? Иә, немесе жоқ. Жұмыртқа және қасында кофесі бар. Осы тамаққа ақшаңды жұмсар ма едіңіз? Иә, немесе жоқ. Суши сет. Анаңа осы сыйлықты сыйлар ма едің? Иә, немесе жоқ. Шуба. Сәлем досым, менің каналыма қош келдің. Бүгін бізде жеміс жидектерді тап. Барлығы 30 сұрақ, берілетіне 7 секунд. Ал бастаймыз ба? Жоқ. Жеміс жидектерді алдымен тауып ал. Ал кеттік, бастаймыз.
Сәлем менің досым, менің каналыма қош келдің. Бүгін бізде мультфильм Айдарының табу. Барлығы 30 сұрақ, берілетін уақытында 7 секунд. Дайын болсаң, біз бастаймыз.
болсын, менің каналыма қош келдің. Бүгін бізде жануарды тап. Жануардың атауын қате жазылған, соны дұрыстап табамыз. Барлығы 30 сұрақ. Берілетін уақыты 7 секунд. Бастаймыз.
Сәлем, мен тапқыр достарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Әуелі менің каналыма кіріп видеоларды көрмей жатып, каналыма тіркелуді ұмытпа. Барлығы 30 сұрақ берілетіні 5 секунд. Ал кеттік, бастаймыз. Бұл бізде әйел адамды кім өлтірді? Таптың ба? Бұл логикалық сұрақ болған, әйелді әйел адам өлтірді. Логикалық сұрақтар ауыр болады деп ойламаймын. Мына кружкаға кім клей жағып қойды? Иә, бұл бірінші тұрған бала, өйткені қалтасында клей бар. Бұл түрмеден кім қашып кете алады?
Қасқырдың әйелі кім? Ойлан, тез табасың. Иә, бұл екінші тұрған әйел адам. Бұл жерде кім ұрлықшы? Иә, ұрлықшы бізде бірінші тұрған, өйткені стенада соны сүйретіп тұр. Бұл жақта кім адам өлтіргіш? Иә, ол бірінші болған. Бұл жерде кім вампир? Қалай ойлайсыздар? Иә, бұл жерде отырған қыз, өйткені айнадан көрінбейді. Бұл жақта ауырлық емес, кімге ауыр емес, соны табу керек. Иә, бұл жерде ортасындағы адамға ауыр емес, өтірік көтеріп келе жатыр. Бұл жерде кім нағыз шаштарашы? Иә, ол екінші адам. Бұл жерде ашылған құлыпты табу керек. Иә, дұрыс таптың. Бізде бұл жерде мозаикадан орын тап. Иә, ол ұлын болған. Бұл жерде кім адам өлтіргіш? Иә, ол сары шашты, өйткені оның духовкасында адамның қолы бар. Мына жерде кім тісін жуып отыр? Иә, оның щеткасы ар жақта тұр. Бұл жерде әйел адам кімнің үйінде бар? Иә, ол бірінші адамның үйінде. Бұл жерде кім тамақ жақсы пісіреді және әйелі бар ма, жоқ па? Иә, бар, екінші адамның, өйткені бокалында тұр. Иә, бұл жерде кім ізденіп жатқанын айтып жіберіңіз. Иә, шашы қысқа қыз іздеуде, өйткені сүйретіп тұр. Мына жерде 3 есік бар. 3 есікте қайсысы арыстан, қайсысы адам өлтіргіш, қай жағында? Иә, дұрыс таптың деп ойлаймын. Бұл самолетті кім адам өлтірді? Иә, ол үшінші отырған қыз, өйткені артына пышақ тығып алған. Бұл жерде кім шын дәрігер? Иә, бұл жерде бірінші адам дәрігер емес. Бұл жерде құбыжық кім? Иә, құбыжық жасылда, өйткені ол жерде 3 аяқ. Мына жерде кім шаштарашы, кім дәрігер? Иә, бірінші тұрған адам дәрігер. Бұл жерде кім өтірік айтып тұр? Иә, қыз өтірік айтып тұр, өйткені қыз розыскта. Бұл жерде арбузды кім ұрлады? Сенің ойын қандай? Иә, бұл үшінші адам, өйткені доп ондай ауыр емес. Бұл жерде айырмашылығын көріп тұрсыз ба? Қандай айырмашылық бар? Дұрыс айтасың. Иә, бұл жерде де қандай айырмашылық бар? Менің каналыма жазылуды ұмытпа, тіркеліп каналымды до конца көріп өтіңіз. Сау болыңыз. Сәлем досым, менің каналыма қош келдің. Бүгін бізде жануарды тап. Жануардың атауын қате жазылған, соны дұрыстап табамыз. Барлығы 30 сұрақ. Берілетін уақыты 7 секунд. Бастаймыз.